Армысыздар қымбат көрермен, Астана аспаны бағдарламасының бүгінгі кейіпкері қоғам белсендісі, блогер Алмас Ержан. Алмас, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Алла деп тақырып. Алмас Ержан деген кім? Алмас Ержан деген былай ауылдың қара домалақ баласы. Құдайға сенген адамын мен айта алмаймын, Құдай жіберді мені деп. Бірақ осы жолды маған салып берген. Мен өзім таңдаған жоқпын бұл жолды. Мынасыз ба? Мен осы жолға келерде мен ауырып қалып, нетіп қалып, коляскаға отырып, содан келген адаммын. Әлі өзім таңдаған жоқпын мен. Аман жоқтан келдім. Сондықтан Алмас кім дегенде, Алмас Ержан кім дегенде, мен айтар едім Құдайдың құлымын деп. Бірақ ол бір діншілдік сияқты болып кетеді. Немесе енді айта аламын, қазақтың қара домалақ баласы. Қазір уақытта немен айналысып жатырсыз? Қазіргі уақытта енді көп жұмыстарым бар. Мүгедек жандарға арналған 2019-ға қойып атқан үлкен жоспарларымыз бар. Алла жазса, сол жоспарға үлкен дайындық. Сол жылдың аяғы, қорытындысы. Осы жылы біраз жұмыс істедік. Содан үлкен қорытынды жасап жатырмыз. Қаншалыққа шығын, қаншалыққа пайда, қаншалыққа ыңғайлы өзімізді сезінеміз. Себебі енді Астана енді қалай айтса, тұра бермейтін қала ғой, әрдайым дами береді. Сондықтан бізге де бірге дами беру керек. Сондықтан үлкен мақсаттар қойылды. Тамаша. Айыртау ауданының Науқар ауылында сіз неге келдіңіз? Дұрыс па? Осы уақытқа дейін сіз мектепте 9 сыныптық біліміңіз бар. Одан кейін жоғары оқу орнына түстіңіз бе? Түстім. Мамандығыңыз бойынша сіз? Заңгер. Заңгерсіз. Енді осындай тағдырдың талқағына түскеннен кейін сіз өте көптеген ауытқуларды алдыңыз, психологиялық күйзелістерге ұшырадыңыз. Бірақ өзіңізді қайратыңызды жинап, өмір сүре бастадыңыз. Ең бірінші не себеп болып өзіңді көтеру деген мақсат қайдан келді? Бұл шын айтқанда кезінде рас талай енді өліммен де арпалысқан кездер болды. Бірақ бұған үлкен күш берген, бұған не берген, енді қазір енді үлкен кісілер айтады, қанында бар деп. Енді болмайды деп. Енді расында аталарында талай не болған. Бірақ мен оған нетпеймін. Менің бір жақсы нем, ауырып жатсам да мен өзіме ұстаз дедім. Ұстаз. Наставник дейді ғой. Иә. Мен ауырып жатсам да сұрақ қойдым өзіме. Не үшін? Кімге мен не істедім? Неге мен ауырып қалдым? Неге мен өлейін деп жатырмын? Неге мен жатып қалдым? Неге мен отыра алмаймын? Мен сұрақтар қоя бастадым. Сосын сол сұраққа жауап іздедім. Жауап жоқ. Сонда интернетке шығып, интернеттен ұстаздар іздедім. Кім бар? Кім менен артық? Кім менен білімді? Осындай адамдар іздедім. Құдайға шүкір таптым. Сұрақтарымды қойдым, жауабын алдым. Сол жауап алған сайын мен ішімде өзіме деген сенім күшейе берді. Бар үлкен білімнің бір несі, бұл енді білім, шын айтқанда, самопознание дейді ғой, өз-өзін тану білімі, жолы. Бұнда ислам жолы да бар, тағы да, то есть көптеген діндік ата-бабамыздың жолы бар. Осыған терең рухани жолға кеткеннен кейін, сол жолдан келген кісімін. Бірақ сыртқы не жоқ, атрибутика жоқ, мен астындаймын, мен мұндаймын деген. Сол ішкі сезімді күшейту арқылы адам өз ойын, өз ақылын өсіру арқылы, және ұстаздар арқылы адам өзі байқай бастайды, жан жағындағы қандай жетістіктерге
жете бастаған. Бұл әдейі жетем деп жетпейсің, өзінен өзі келеді. Бұл енді сиқырлық емес, бұл кәдімгі өзін өзгерсең әлем өзгереді деген бар. Немесе Құранда бар, егер Алла тағаладан тілесең 18 мың ғалам саған қызмет етеді деген. Енді жаймен образын айтып тұрмын. Сіз мемлекеттік биржа қорына біраз уақыт бойы келе алмадыңыз. Биржа қоры жайлы жалпы сіз жарнамалардан естідіңіз, телеарнадан таратып жатқан хабар, Қазпоштаны дайындаймыз, биржа қорына келіңіздер, өзіміз үйретеміз, оқытамыз деген жарнамасын көріп, хабарласып, біраз уақытқа дейін олармен бірге байланыс ұстай алмай жүрдіңіз. Қоңырауларыңызды қабылдамады, бір сөзбен айтқанда. Бірақ сонда да сол биржа қорын оқып, оны зерттеп, өзіңізді қаржы кеңесшісі ретінде Facebook әлеміне жарнамаладыңыз. Және де біраз сол бағытта жұмыс істедіңіз. Қазір биржа қорында Алмаз мырзаның есімі жоқ. Жоғалып кетті. Түсінікті. Мұнда бір мәселе, Қазақстанда биржа дамымаған. Мен жаңадан шыққан кезде, бұны зерттеген кезде, мен бір таңғалған мәселем, кітаптар оқимын ғой енді көптеген, сонда сонымен рухтанып, мына биржа деген керемет нәрсе екен нағыз деп нетпеймін ба? Сонда қарасам, Қазақстанда қайда биржа? Бар, аты бар, бірақ жоқ. Енді дамымаған. Волатильность дейді, үлкен ойын жоқ. Мысалы, неде? Ағылшындарда, Англияда биржа 18 ғасырдан бері бар. 18 ғасырда олар биржада ойнаған, метро жіберген мемлекет. Ал біз метроны бертін ғана жібердік Алматыда, биржа әлі дамымаған. Астанада міне ашылып жатыр. Бірақ ол кезде ондай ойда болған жоқ, Астанада ашылады деген. Сондықтан Қазақстанда биржа өте дамымаған. Сондықтан мен қазір оған не емеспін, қалай айтса, мен шығар едім биржаға, ол мен кәдімгі хоббим. Мен жақсы көремін оны. Алла жазса түбінде сонымен, то есть бір көптеген бір істерімнің бір шеті сол биржа болады, ол міндетті түрде. Бірақ ол шетелде болады. Шетелдік акциялар, шетелдік мүмкіндіктер соған шыққым келеді. Қазақстанда енді дамып жатса көрерміз. Оған мен дайынмын. Қазақстан биржасын дамытуға, немесе көпшілік білуге, атсалысуға мен дайынмын. Оған мен ешқандай не емеспін. Кезінде шәкірттерім болған, соны үйретіп, соларды расында да олар кәдімгідей білмеген нәрсесін білініп, кәдімгідей қазір енді өздерінде шәкірттер бар, біраз кетіп қалды. Енді ол кезде менде энтузиазм болды. Жай ғана энтузиазм. Бұл мемлекет дүние жүзінде бар жақсы нәрсе, Қазақстанда неге жоқ деген. Соны мен жазып, солай телевизорден былай айтасыңдар, по факту жоқ деп, сосын маған олар кісі жіберіп, журналистер жіберіп, интервью беріп, сондай бір не болған кезінде. Қазақстанның 100 жаңа есіміне кірдіңіз. Енді ол жағын шын айтсам қарап жүрген жоқпын, әйтеуір сонда бармын, атым бар. Енді өзіңіз сол 100 жаңа есімді керек қылмайсыз ба сонда? Сіз үшін бұл бір маңыздылығы жоқ дүние ма? Шын айтсам маңыздылығы жоқ маған. Мен оған көңіл аударып жүрген жоқ. Мен мысалы 100 мен қалай айтса, әрбір қазақтың азаматы мынау біздің мемлекетті құруға атсалысып жүр. Оған мен толық сенемін. Жақсы. Ол 100 есім кіре ме, кірмей ме, көше сыпырып жүрген бір қазақтың баласы көше сыпырып жүр. Ол жалғыз өзінің ғана ойлап жүрген жоқ, ол халыққа да көмектесіп жүр. Сондықтан бәріміз теңбіз бұл жерде. Іріктеудің қажеті жоқ деп ойлайсыз? Іріктеудің қажеті енді мүмкін мемлекетке, үкіметке ондай не шығар, мен үшін не жоқ.
Астанаға ең алғаш келген кездеріңіз есіңізде ме? Есімде Астанаға оперный театрға шақырған кезінде, ол кезде қатты ауырып жатқан кезім. Оған келмеймін деп мен өткем, сосын фейсбуктағы достарым машина жіберіп, маған үлкен джип жіберіп, келесін деп. Ол күні боран дала, 27 желтоқсан 26-сыны оперный театр ашылды, екінші күні мен келдім. Есімде өте таң қалдым, үлкен жаңа қала, үлкен трасса, әдемі автобан. Мен 10 жылда үйде шықпай қалған адаммын, жаңа шыққанда мен ауырып қаламын деп қорықтым. Гүлнара дейтін досым, сол әйелдім, сол кісі көмектесіп, көрсетіп, Астананы, океанариумды көрсетіп, байтеректі көрсетіп. Сол кезде байтерекке шығып, қолы қойып, бәрін қарап, Астанаға. Енді ол кезде Астанаға мен келем деген ой болған жоқ мен. Ол бірінші көріп кетуім болды. Сонда көріп кеттім, балетке көрдім, оперный театрда. Сосын үйге кеттім. Жалпы қазіргі уақыттағы сіздің осы арбада отырғаныңыз әрине өкінішті, бірақ сіз арбада отырсаңыз да қоғамға зор пайдаңызды тигізіп жатырсыз. Сіз өзіңіздің мүмкіншілігіңізден асып кеттіңіз. Яғни өзіңізге берілген мүмкіншіліктен асып, шекарасынан асып, зор жетістіктерге жетіп жатырсыз. Ол хақ дүние. Оны зерттеп, біліп, естіп жатырмыз. Себебі Алмас Ержанның есімі қоғамда, интернет әлемінде өте танымал әрі белсенді. Қазіргі уақытта денсаулығыңызды қолға алып, алдағы уақытта бір сондай сәтті күн туып, осы арбадан тұратын кезіңіз бола ма? Сіз соған сеніммен қарайсыз ба? Түсіндім. Кезінде мен арбаға отырғанымда мойындамадым. Кезінде мен өз-өзіммен күрестім. Бұл менікі емес деп, жиіркенішпен қарадым. Отырсам да, мені шын айтқанда жағып жерім келді. Сосын, енді қалай бір жағып жерсе қайда қаласың? Күресесің өзіңмен, сосын мойындадым. Енді әгі күрескенде өзің жаңағы сопернигінің мықты жағын және әлсіз жағын білу керексің. Сондықтан енді бұл күрес өмір деген. Сонда мен өзімді қарағанда, өзімді әлсіз жағымды және мықты жағымды қарадым. Сонда коляска мықты жағы болып та көрінді. Себебі коляска мен отырсам да, коляскада не жүйрік? Ақыл, ой жүйрік. Сонда ақыл ойды күшейтесің. Компенсировать етесің жаңағы коляскамен барамаған жерінде ақылмен. Осыған үйрендім. Сосын енді менде тұрам деген мақсат әрине болады. Бірақ қазір технологиялар дамып жатыр. Экоскелет дегендер бар, сондай мүмкіндіктер бар. Егер олар келіп жатса Қазақстанға, ол күн туып жатса, оның бәрі бір Алланың қолында. Бірақ оған қарамау керек. Мен осы коляскадан деп оған тіреліп қалмау керек. Себебі өмір өтіп жатыр. Құдайдың бір өлшеп берген өмірі бар. Сол өмірді мақсат тек қана жаңағы бизнес жасау немесе әлеуметтік жобалар жасау емес. Өзіме бір жар тауып, үйленіп, үй болып, бала шаға сүю, осындай мақсаттар бар. Коляскамен бола ма, коляскасыз бола ма, ол маңызды емес. Жаңа жобалар да солай жүріп жатқан. Коляскадамен ба, коляскасыз емес па, маңызды емес. Себебі кейбір жобалар менде Алматыда, мен мұндамын. Жүргізуге болады.
Сондықтан оған бұл адамның коляска нетпейді. Бірақ қоғамды қалыптастыру керек. Коляскадағы адамдар бар екенін мойындату керек қоғамға. Олар басқара алатын, олар іс жүргізе алатын. Иә, олар да конкуренттік өмірге кіре алатын. Олар да кейбір кем емес, артық болмаса, кейбір адамдар. Өз ақылымен, өз мүмкіндіктерімен. Алмаз мырза, біз сұхбатымызды аяқтадық. Сұхбатта біраз үлкен әңгімелерді айттық, біраз ой түйдік. Енді жеңіл форматқа көшейік. 1 минут деген айдарымыз бар. 1 минуттың ішінде мен сізге 10-15 сұрақ қоям. Сіз сол сұрақтарға қысқа да нұсқа жауап беруіңіз керек. Келістік па? Кеттік. Бүгін таңертең нешеде ояндыңыз? 8-де. Таңертең оянғандағы ең бірінші істеген ісіңіз? Жуындым. Тамаша. Жел соқса тау ық бола ма? Болады. Тауық қай кезде балапан басады? Жазда. Ертістің ортасында не бар? Ертістің ортасында тіс пен ер ғой, тіл бар. Король кімнің алдында тәжін шешеді? Халықтың алдында. Тағы да. Король халықтың алдында тәжін шешпейді. Король тәжімен тұрады. Сондықтан ол халық король ретінде тәжі арқылы оны король Ақ дегізді санайды. беретін халық. Жоқ, ойланыңыз. Король шаштараздың алдында тәжін шешеді. YouTube немесе Facebook? Facebook. Керуен немесе хан шатыр? Кофе немесе шай? Жақсы. Алмаз, 1 минуттың ішінде сіз 10 шақты сұраққа жауап беріп үлгердіңіз. Жалпы бүгінгі сұхбаттан алған әсеріңізді мына бір смайликтер арқылы ішкі көңіл күйіңізді таңдап көрермендермен бөліссеңіз. Қараңыз.